Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ол өте жұмысбасты, және оған бір қызықты жұмыс жөнінде көмек қажет. Балалар, оған көмектесе аласыңдар ма? Ол тез арада осы жерге жетуі керек. Бұл соның өзі шығар. Сәлем, менің атым Тапқыр Талғат. Мен ішшімін, және маған сендердің көмектерің керек. Иә, дәл сендердің көмектерің қажет. Маған 1000 шақты сот ісін шешу керек. Сен асыра айтып жатқан сияқтысың. Жарайды, 999 іс. Міне бірінші іс. Бұл аса құпия іс. Бұл адам сенгіш адамдарды бұдан бұлай алдай алмау үшін. Бұл істі тезірек шешу керек. Бұл ұры. Адамдардың қалтасынан ақша ұрлайды. Бірақ бұл ісін ол жақында бастады. Оны ұстау керек. Іздеуде жүрген адамның сипаттамасы. Кішкентай және атлетикалық денелі. Анықтама киелі кітапта бар. Лұқа жазған ізгі хабар 19-шы тарау 2-ші аят. Лұқа 19-шы тарау 2-ші аят сендерге бұл адамды табуға көмектеседі. Егерде киелі кітаптарың болмаса, маған жазыңдар. Мен оны сендерге жіберемін. Екінші істе сақ болу керек. Бұл адам қарулы. Ол қорқынышты сөздермен Құдайды мазақтайды. Оған өзінің іздерін жасыру оңай емес. Оның аяғының өлшемі 73-ші өлшем болуы керек. Киелі кітапта ол туралы қай жерден табуға болатынын жазып алыңдар. Патшалықтар 1-ші жазба 17-ші тарау 4-ші аят. Қайталап айтамын. Патшалықтар 1, 17-ші тарау 4-ші аят. Егер осы аяттың орнын таба алмасаңдар, онда киелі кітаптың мазмұнына қарап таба аласыңдар. Үшінші іс мен үшін өте маңызды. Бұл адамды соңғы рет өзен жағасынан көрген. Оның киімі түйе жүнінен тігілген. Ал сүйікті тағамы фри картоп емес, шегіртке мен бал болатын. Ол барлық адамдарды Құдаймен бірге өмір сүруге және күнә жасаудан бас тартуға шақырады. Көптеген адамдар оны тыңдап, күнәларын ашық мойындады. Мен бұл адамды тапқанда, маған жұмысты жалғастыру оңай болар еді. Анықтама киелі кітапта. Матай жазған ізгі хабардың 3-ші тарауы 1-ші аяты. Матай 3-ші тарау 1-ші аят. Ол өзінен кейін келетін адамға жол дайындаған. Және де сендер Матай жазған ізгі хабардың 1-ші тарауының 21-ші аятында сол адамның кім екенін біле аласыңдар. Балалар, жауаптарыңды жазып бізге жіберсеңдер, ішші Тапқыр Талғат бұған өте риза болады. Дұрыс, тезірек жазыңдар. Бұл өте өзекті істер. Жұмыстарың қызықты болсын. Ішші Тапқыр Талғат. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.